Бәрін сәлем достар. Қазіргі уақытта біз мемді кәдімгі смайлик секілді, немесе мәтін секілді қолданамыз. Қандай желіге кірмесеңіз де барлық жерде атақты мемдар тұрады. Мемдардың табиғатынан құпия. Мыңдаған жарнама қызметкерлері қандай видео вирус болатынын есептеуге тырысады. Бірақ та бұл өкінішке орай сирек болады. Бүгін біз сіздерге ең қызық мем туралы айтамыз, сосын түсіндіреміз ол қалай пайда болған. Сенімдіміз сізге қызық болатынына. Билейтін мәйіт тасушылар. Бір ай бұрын интернетте жаңа мем пайда болды. Бұл мем тез атақты болып кетті. Бүгін мемнің кейіпкерлерін компьютер ойындарында, мысалға атмосақ Minecraft секілді, GTA секілді, ал тіпті ойыншықтарда да пайда болды. Бұның бәрі қалай басталды? TikTok қолданушы бір видео салды. Видеода адам жерге дұрыс түспей қалып құлады. Оның соңына электронный музыка қосты. Оны Африканың мәйіт тасушыларымен аяқтады. Видео басқаларға қызық көрініп, олар әр сәтсіз құлаған сүрілген адамдардың видеосын аяқ жағына осы видеоны қойды. Интернетке видеоның түпнұсқасы 4,5 миллион көрілім жинады. Бар жоғы бір айда. Менің шын мәнінде не болып жатыр? Мені кейіпкерлері хит өлеңге билеп жатқан жоқ. Бұл видео Африканың Ганга деген жерде түсірілген. Сол жерде бір түрлі дәстүр бар. Бұл жерде туысқандары мәйіт тасушыларға мәйітті билеп апару үшін ақша төлейді. Сол жерде тұратын адамдардың сенімі бойынша мәйітті және тыныштандырады деп сенеді. Бұндай қызмет $800-дан $1200 дейін тұрады. Бәрінен қызықтысы, бұл туралы СМИ 2015 жылы, 2016 жылы айтқан. Бірақ олар мем болмады. Қатты көңіл аудартқан жоқпыз.